Сіздерге арнап қазіргі таңда хит болған, сатып алсаңыз өте қымбат тұратын вупипай тортының мастер-класста үйрететін рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны көрмес бұрын лайк басып, каналыма тіркеліп, пікірге жақсы сөздеріңізді жазсаңыздар өте қатты қуанамын. Торт өте жақсы, дәмді және де бір жасағаннан жақсы шығатын болады. Сондықтан міндетті түрде жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Ең бірінші, құрғақ ыдысқа бөлме температурасындағы 5 жұмыртқаны және де қантымызды салып, жақсылап 5 минут араластыратын боламыз. Бұл дегеніміз жұмыртқа деген көпіріп, әппақ болып, пышны болып шығу керек. Видеодан көріп тұрсыздар, өте көлемі көбейіп, жақсы болып шыққан. Осыған ерітілген сары майымызды құямыз, тағы да араластырамыз. Одан кейін сүтімізге азғантай ас содасын салып араластырып, одан кейін 3-4 бөлікке бөле отыра миксерлеп құятын боламыз. Бірден құйып тастамаңыздар, біздің мақсатымыз жұмыртқамызды бірден түсіріп алмау керек, осы көлемін сақтап тұру керек. Одан кейін басқа бір ыдысқа ұнды, какаоны, разрыхителді және де ванилинді салып, жақсылап араластырамыз. Және де аз-аздан ақырындап 4-5 бөлікке сала отыра жаңағы жұмыртқамызға салып шығатын боламыз. Бірден салатын болсаңыздар, жұмыртқа басылып қалады да, сосын кейін піскен кезінде көтерілмей қалады. Сондықтан аз-аздан салып отырғандарыңыз өздеріңізге жақсы. Және де миксермен емес, лопатканың көмегімен сағат тілінде үстіп айналдыра отыра алдымен араластырып аламыз. Сосын барып миксерлеуге болады, барлығын салып болғаннан кейін. Ол үшін лопаткамызды алып тастаймыз, содан кейін ақырын скоростта миксерлейтін боламыз. Және де жан-жағындағы ұндар барлығы полностью араласу үшін осылай лопаткамен жан-жағын барлығын араластырып шығып, одан қайттан бір рет миксерлеп шықсаңыздар болады. Сол кезінде бір келкі барлығы араласатын болады. Біздің салмамыз 1062 грамм болды. Енді осыны 1/4 бөлікке бөлетін боламыз. Яғни 4 корж шығу үшін. Ол 265 граммнан шығатын болды. Үстіп мешокқа салып, холодильникке салып қоямыз. Оған дейін біз формамызды дайындап аламыз. Мендегі форма 24 сантиметрлік. Осыған пергамент бумагасын кесіп аламыз дағыны. Форманың астына салып жабатын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай шет-шетін барлығын дұрыстап тұрып басып шығатын боламыз. Содан кейін алсақ, бізде көріп тұрсыздар ғой міне. Осындай бортик бар пергамент бумагалар шығады. Осыдан біз 4 тал жасап аламыз. Сосын жаңағы холодильникте тұрған тестаны алып шығамыз дағыны, осыған құйып шығатын боламыз. Коржик түрінде жасап, шетін барлығына дұрыстап тұрып жететінде қылып салып шығамыз. Бірде қылып тұрып жасаудың қажет жоқ. Қазір біз тегістеп шығатын боламыз. Сондықтан бастысы осы мешоктағылардың барлығын корж сияқты қылып салып шыққандарыңыз керек. Әрқайсысын жеке-жеке осылай жасап пісіретін боламыз, жеке-жеке корждарды. Сондықтан барлығын 4 коржды да осылай жасап шығатын боламыз. Пешімізді алдын ала қыздырып аламыз. Сосын 180 градусқа қоямыз дағыны. Ар кетсе 15 минут пісіретін боламыз. Піскенін зубочисткамен тексеріп алуымызға болады. Осылай сілкіп, немесе үстіп тегістеп шығуларыңызға болады бетін. 180 градуста 15 минуттай ғана пісіреміз, тез піседі. Міне осындай болып піседі. Өте жақсы корж болып шығады. Өте қалың да емес, өте жұқа да емес, жақсы корж болады. Енді тағы да құрғақ ыдысқа сливкиді, творожный сырды және де 5 ас қасық қант пудрасын салып араластыратын боламыз.
Бұл жерде крем жасаған кезінде ескеретін жағдай, өте көп жасап қоятын болсаңыздар, сливкидің сары уызы шығып кетеді. Сондықтан бір уақытта жасап шығу керек, және де жасалынатын заттардың барлығы, қосатын заттардың барлығы температурасы холодильниктегі салқын болу керек. Міндетті түрде сливкиді де, творожный сырды да сатып алғаннан кейін кем дегенде 2 сағат холодильникке салып суытып алу керек. Әйтпесе креміңіз дұрыс шықпай қалады. Қант пудрасын бірден салмайсыздар. Видеодан көріп тұрғандарыңыздай 3-4 бөлікке бөле отыра салып дайындайсыздар. Шамамен 5 минуттың ішінде креміңіз дайын болады. Өзі араластырып жатқан кезінде белгілі болады. Уже былай төңкерген кезінде ағып түспейтіндей болады. Одан кейін кондитерлік мешокты алып, соған насадкамызды саламыз, вупипайға арналған. Немесе кондитердің өзін кесіп те жасай берулеріңізге болады. Сосын осыған бағанағы кремімізді салып аламыз. Одан кейін видеодағыдай шетінен бастап жасап шығатын боламыз. Қазір көрсетілетін болады. Одан кейін корждың бетін сәл-сәл үстінен басатын боламыз, үстіне салған кезінде. Қазір міне көресіздер, осылай жасап шығамыз. Кішкене ғана сыртына шығып тұру керек, өте қатты шығармайсыздар, және де ішіне де қатты кіріп тұрмау керек. Ол әдемі болып көріну үшін солай жасау қажет. Сосын жасау үшін өте қатты қорықпаңыздар. Үйдегі бар үй жағдайында жасай берулеріңізге болады. Менде мысалға насадка жоқ, немесе тағы да бірдеңе деген сияқты уайымдамай жасай беріңіздер. Барлығы жасай келе қолдарыңыздан келетін болады. Бір жасағаннан келмей жатса, уайымдап екінші рет жасамай қоймаңыздар. Негізі бұл рецепт бойынша тез бірден жасағаннан шығады, сондықтан еш қорқынышсыз жасай берулеріңізге болады. Осылай жасап шығып, ортасына да жағып, бәрін тегістеп болғаннан кейін үстіне коржды төңкеріп, астыңғы жағын саламыз. Сосын тағы да бетін крем жағамыз, тегістеп шығамыз. Тағы үстіңгі коржымызды төңкеріп саламыз. Үстінен кішкене басамыз. Болды, енді осыны холодильникке қойып қоямыз. Оған дейін біз үстіне құятын шоколадты дайындаймыз. Ол үшін бізге сүт, азғантай ғана сүт керек, және де шоколад, бір Қазақстан шоколады керек. Соның барлығын микроволновкада ерітеміз. Одан кейін барып үстіне құямыз дағыны. Үстіп тегістеп шығамыз. Әрлеуі өздеріңізге байланысты. Әр түрлі жемістермен, немесе басқа да бір өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты сәндеп шығуларыңызға болады. Мен осылай шоколад құйдым, және де құлпынаймен сәндеп шықтым. Қант пудрасын себірулеріңізге болады. Өте дәмді шығады, сондықтан міндетті түрде жасап, сіздерден фото отчет күтемін. Ас болсын, сіздермен болған ерекше келіншек.